Орым жалғастырамыз. Алматыда ұлттық өнім көрмесі ашылды. Іс-шараға еліміз бойынша 300-ден астам шағын және орта бизнес өкілдері шақырылған. Олар жұртшылыққа отандық тауарлар мен қызметтерді ұсынады. Көрме осымен 7-ші мәрте даму кәсіпкерлікті дамыту қорының ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Елімізде Қазақстанда жасалған деген таңбасы бар тауарлар көбейіп келеді. Оған осы көрмеге қойылған өнімдер дәлел. Азық-түлік, киім-кешек, аяқ киім, жиһаз, құрылыс материалдары, машина жасау жабдықтары мен тұрмыстық химия өнімдерінің бәрі өзімізде шығарылады. Осы көрме отандық тауар өндірушілер үшін өз өнімдерін ұсынуға мүмкіндік беретін бірде-бір алаңға айналды. Еліміздің әрбір тұрғыны үшін өз бизнесін бастауға барлық мүмкіндіктер жасалған. Мемлекеттік қолдау шаралары әрбір қазақстандық үшін қолжетімді. Көрмеге Медина Сақтағанова Маңғыстау облысынан келген. Мамандығы киім дизайнері. Осыдан 10 жылдай бұрын жеке кәсіпкерлікке ден қойған. Ол басқаратын компания көпшілікке ұлттық киімдерді заманауи үлгіде тігіп ұсынады. Сұраныс жоғары. Қазір 30-дан астам қыз-келіншек жұмыс істеп жатыр. Алдағы уақытта кәсібін кеңейтуді жоспарлап отыр. Қолдаушымыз болған бұл даму қоры. Даму қоры бізге субсидия берді. Субсидия 107 миллион теңге. Ол 107 миллионды біз өзіміздің компаниямызды үлкейту, яғни ғимаратымызды үлкейту, жұмысшылар санын көбейту және де көптеген жас қыздарға жұмыспен қамтамасыз ету біздің басты мақсат болатын. Даму қоры кәсіпкерлердің 188 мыңға жуық жобасына қолдау көрсетті. Өткен жылы 1,5 триллион теңгеден астам несиеге 51 мыңға жуық жоба қамтылған. Атакент орталығында өтіп жатқан қазақстандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі 3 күнге жалғасады. Қарлығаш Қайпекова, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматыдан.